жерде елін қорғап терлеген, батырлар жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, алға Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан. Құрметті мектеп ұжымы, сіздерді ұлық мереке Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ынтымақты, уран, татулықты той еткен бейбіт халқымыз осы уақытқа дейін толағай табыстарға жетті. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты азаттықты аялау, халқымыздың татулығын сақтау біздің басты мұратымыз. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын, тәуелсіздігіміз тұғыры биік болсын. Рахмет. Құрметті Жаңалдин Бұршаков атындағы орта мектептің ұжымы, сіздерді еліміздің әрбір азаматы үшін айтулы тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне биыл 30 жыл толып отыр. Осындай маңызы бар тарихи заманда еліміздің туы асқақтап, келешегі өркендей берсін. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, жұмыстарыңызға табыс пен бірлік тілеймін. Биылғы мектеп бітіруші түлектерге тек қана ақ жол, сәт сапар тілеймін. Аңсаған армандарына жетіп, қалаған оқу орындарына түсіп, биік белестерден көріне берсін. Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтаймыз. Бабалар бұл жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстан, әй сехи Қазақстанның алтын бешігі, әй әзіз атлар яшыған макан, қойнымда ямарайды достық қошқи, құяшның нұрыда жұғырла инсан, сән қара алтынның мәз қазынси, дәвріміз қалды да берсен ялқын, завод ве камлар ямарақ бәзімси, шу ялқын тфәлі көтірән шауқын, ұпқылар тұташ далалырыңда, бұрамда шәкірдер кешті қаман, я бишіл геймхап дәкей лақлырыңда, миллионлап маллани өсірәр толпан, сенің кәй көз етмес вадылырыңдың, қош чөпі дәлмес қаны диталар, құяшқа бос созған қадылырыңдың, құйғыты пұшар, сепақыды сулар. Баршаға
Жұртқа танылы olan байтақ жерім бар. Егемен тәуелсіз қазыналы елім бар. Ашық көк аспаным асқан. Бүгін еліміздің қорғаныс қабілетінің кеңейтілгенін білдіретін мереке. 1991 жылы 25 қазанда Қазақстан президентінің жарлығымен Қазақ КСР-ның мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. Мейрамдарың құтты болсын жігіттер, болмасыншы көңілдерің күдіктер, мейрамдарыңмен аға іні бауырлар, орындалсын алға қойған үміттер. День Победы, 9 мая, праздник мира в стране. В этот день мы солдатов вспоминаем, не вернувшихся с войны. Баша халық жеңіс күнін тойлайды, сәбилер думандап ойнайды. Ардагерлер көздеріне жас алып